Өкінішке орай, қатерлі ісік диагнозы расталды. Қалайша? Мен оған бұны айта алмаймын. Қайырлы таң, қымбаттым. Қайырлы таң, махаббатым. Бұны саған арнап пісірдім. Ой, ішім ауырып қалды. Не болды? Қатты ма? Дәрігерге бару керек шығар. Бізге анализдер керек, ол қан тапсыру қажет. Жақсы, қашан бастаймыз? Мен қорқамын. Бітті ғой енді. Енді нәтижені күтеміз. Барлығы жақсы болады. Уайымдама. Өкінішке орай, қатерлі ісік диагнозы расталды. Қалайша? Мүмкін емес. Әйеліме қалай айтам? Мен оған бұны айта алмаймын. Мен оны бақытты етем. Қалай болса да. Әке, анамыздың жағдайы қалай? Біз қатты алаңдап отырмыз. Білесіздер ғой, ол ауырып жатыр. Міне сүйіктім. Бүгін ерекше кешкі ас. Өте дәмді шығыпты. Рахмет саған. Әзірге анаң айтпайық. Диагноз туралы ештеңе білдірмейік. Оған бақытты күндер сыйлайық. Жақсы әке, бірақ қиын болады ғой. Қымбаттым. Дәрігер не деді шынымен? Сен де телефон арқылы осындай мультфильм жасап, күніне 50 мыңнан тапқың келеді ме? Онда біздің инстаграмды тауып алып, жекеге плюс белгісін жібер.